Достар, іште 11-ші есеп. Теңдеулер жүйесінің бүтін шешімдерін табыңдар дейді. Алмастыру тәсілімен тауып алайық. Мына жерде біз y-ті өрнектеп алатын болсақ, y тең болады 7 плюс 3x болады, иә. Осы y-ті аламын да, мына y-тің орнына қоямын. Яғни жазамын, бірінші менде x квадрат беріп тұр. X көбейтілген мына y-тің орнына енді мынаны жақшаның ішіне алып, салып жіберемін. 3x. Мына минус 3-ті солға қарай шығарып жіберсем, плюс 3 болады, тең болады 0 деп. Енді мынаны мен бөлек алып, қазір мына жерге шығаратын боламыз. X квадрат плюс x-ті 7-ге көйтем 7x плюс 3x квадрат 3x-ті x-ға көйтем 3x квадрат. Так, плюс 3 бар, тең болады 0-ге. Так, мына жерден сонда менде 4x квадрат шығады, плюс 7x болады, плюс 3 болады, тең болады 0. Енді бұл x1 мен x2-ні табу үшін дискриминант шығарамыз. Дискриминант b квадрат минус 4асы. Білесіздер, 7-нің квадраты 49. Минус 4 көбейтемін 4, көбейтемін 3. Так, сонда 49 минус 4-ті 4-ке көбейткенде 16, 16-ны 3-ке көбейткенде 48. Сонда бізде 1 қалады. Бұдан x1-ді табатын болсам, бізде ол минус v плюс тубырасы дискриминант бөлінген 2a ғой, яғни минус v деген минус 7. Плюс 1-дің түбірі 1, бөлінген 2 көбейту 4, ол 8. Яғни менде минус 6 бөлінген 8, оны 2-ке қысқарып жіберсем, минус 3 бөлінген 4 шықты, иә. Бірінші шешімі x2-ні табам. Так, менде минус 7, минус 1 бөлінген 8 болады. Сонда минус 8 8-ге бөлсем, минус 1 шығады. Так, енді есептің шартын есімізге түсіреміз. Бізде есептің шартында мұны бүтін шешімдер табыңдар дейді. Яғни мен мына x1-ді бөлшекті алмаймын, мен тек қана минус 1-ді аламын, бүтін шешімді аламын. Одан енді y-ті табатын болсам, так, y мұнда менде 7 плюс 3x деп тұр ғой, яғни 7 плюс 3 көбейтемін, x-тің орнына минус 1-ді қоямын. Сонда 7 минус 3 дегені менде 4 шығады. Яғни менде жауабы сонда шықты минус 1-де 4. Келесі екіншісін шығарайық. X квадрат минус x, y тең болады минус 1-ге, y плюс 4x плюс 6. Ой, 6 плюс деппін ғой, тең болады 6. Так, бұл жерде де y-ті өрнектеп алатын болсақ, ол 6 минус 4x болады. Так, мына жерде x квадрат минус x теңге, енді мына y-тің орнына мынаны қоям. Яғни жақшаның ішінде 6 минус 4x тең, минус 1-ді солға шығарып жіберем, плюс 1 тең болады 0. Мынаны бөлек алып шығарамын. Сонда x квадрат минус x-ті 6-ға көйтем 6x, минус x-ті минус 4x-ке өткенде плюс 4x квадрат болады, плюс 1 тең болады 0-ге. X квадрат плюс 4x квадрат, ол менде 5x квадратты береді, минус 6x плюс 1 тең болады 0. Дискриминант аламыз, формуланы жазбаймын. Минус 6-ның квадраты 36, минус 4 көбейтілген 5, көбейту 1-ді жазбай қойып, сонда 36-тан 20-ны алып тастағанда 16 шығады менде. Так, бұдан x1, x2-ні табатын болсам, x1 менде минус 6 болса плюс 6 деп аламын, плюс тең 16-ның түбірі 4, 2 көбейту 5, ол менде 10, 10-ды 10-ға бөлсем 1 болады. x2, 6 минус 4 бөлінген 10, ол менде минус емес, 2 бөлінген 10, 1 бөлінген 5 демін, е? Так, шарт бойынша бүтін саны тек қана 1-ді аламын. Сонда менде y тең болады, міне. 6 минус 4 көбейтілген 1, сонда 6-тан 4 азайтқанда 2. Яғни менде жауабы шықты. Так, x-ім 1 болғанда, y-ім 2 болды. Келесі үшіншісін көрейік. Үшіншісі 2x квадрат плюс x, y тең болады 14, y минус 3x минус 3, тең болады минус 3. Так, y-ті өрнектемін минус 3, минус 3 плюс 3x болады, я? Мен бірінші 3x-тан жазайыншы, 3x минус 3 болады сонда. Түсінікті ғой, минус 3, ауысқанда плюс 3x болып шығады. Так, енді 2x квадрат плюс x темде y-тің орнына мынаны қоя салам. 3x минус 3, 14-ті шығарып жіберем, минус 14, тең болады 0. Бұдан 2x квадрат плюс x-ті 3x-ке көйтем 3x квадрат, x-ті минус 3-ке көйтем минус 3x, минус 14-ім бар, тең болады 0. Так, 2-ке 3-ті қосатын болсам 5x квадрат, минус 3x, минус 14, тең болады 0.
Дискриминант табам. 3-тің квадраты 9, минус 4 көбейтілген 5 көбейту минус 14. Так, мына жерде маған калькулятор керек болады. 4-ті 5-ке көбейтем, оны 14-ке көбейтем. 280 болады екен. 280, на минус пен на минус плюс болып кетеді. 9 плюс 280, ол менде 289 береді. 289 дегені менде 13-тің 289, жоқ 17-нің түбірі 17 болады екен, 17-нің квадраты. Так, мына. Енді бұдан мен x1, x2-ні табатын болсам, x1 тең болады. Так, 3 плюс мынаның түбірі 17 бөлінген 2 көбейту 5 дегенім ол 10. Сонда 20-ны 10-ға бөлем 2 болады. Ал x2 дегенім ол менде 3 минус 17 бөлінген 10. Сонда минус 14 бөлінген 10. 2-ке қысқартып жіберсем минус 7 бөлу 5. Так, есеп шарты бойынша мен тек қана бүтін саны 2-ні аламын. Сонда y менде тең болады. Мына 3 көбейтілген 2 минус 3, 6-дан 3 азайтам 3 болады. Яғни менде жауабы шықты 2-де 3. Келесі. Так, мына жерге жасалайық. Келесі соңғы 4-ші есеп. 4-шісі x квадрат плюс 4y квадрат тең болады 37. y плюс x тең болады 4-ке дейді. Так, y-ді өрнектеп алатын болсақ, ол 4 минус x. X квадрат плюс 4. Енді мына y-тің орнына мынаны қоям, және бұның квадраты болады. Мына y квадрат дегеннен кейін мынаның квадраты дейм. 37-ні солға шыға жіберем, минус 37 тең болады 0. Так, енді x квадрат мынаны жазып алам. 4-ті пока жаза тұрамда, мынаның ішінде мына a минус b-ның квадраты, яғни a минус b-ның квадраты деген формула a квадрат минус 2ab плюс b квадрат еді, я? Сонда 4-тің квадраты 16, минус 2 көбейту 4 көбейту x минус 8x, плюс x-тің квадраты x квадрат минус 37 тең болады 0. Енді жақшаны ашамын, x квадрат плюс 4-ті 16-ға көбейтем. 4-ті 16-ға көбейтем неше еді? Көбейтем 4-ке, 64 екен. 64, 4 8-ге өтем минус 32x, 4x квадрат көбейтем плюс 4x квадрат, минус 37 тең болады 0-ге. Так, x квадраттар жинайым, 4-ке 1-ді қосам 5x квадрат болады. Минус 32x-ті жазамын. Және 64-тен 37-ні азайтсам 27 болады екен. Плюс 27 тең 0-ге дем. Осыдан дискриминант табам. Так, 32-нің квадраты 1024 екен. 1024 минус 4 көбейтілген 5 көбейтілген 27. Так, 4-ті көбейтем 5-ке, оны көбейтем 27-ге. Ол менде 540 болады екен. 1024 минус 540. Одан 1024-ті алып тастасам 484 болады екен. Ал 484-тің түбірі 22 болады екен. Так, окей, енді x1-ді табамыз. x1 менде 32 плюс мынаның түбірі 22 болды. Бөлінген 2 көбейту 5, ол 10, я? Сонда менде 54-ті 10-ға бөлсе, менде 5,10-нан 4 болады. Келесі x2 32 минус 22 бөлінген 10. Мына жерде 10 шығады. 10-ды 10-ға бөліп жіберсем 1 шығады. Есептің шарты бойынша мен тек қана 1-ді аламын бүтін сан ретінде. Y тең болады 4 минус 1 тең болады 3-ке. Сонда менде жауабы шықты 1-де 3.